қатысушы ересек тобының тәрбиешісі мен Нұргүл Кәлемқызы. Менің атым Ақбиет. Менің атым Сағдат. Балалар, бүгін біз әртүрлі материалдармен тәжірибе жасаймыз балалар, иә. Бүгін бірінші тәжірибеміздің аты Жанартау деп аталады. Жанартау деген таулы аймақтарда таудың басынан шыққан ыстық сұйықтық, оны Жанартау дейді. Таулы аймақтарда болады. Жанартауды жасау үшін бірінші алдымен сіздерге құрамын таныстырып кетейін. Ең бірінші су, кәдімгі жылы су, одан кейін ас содасы, одан кейін ыдыс жуатын сұйықтық, сосын мынандай қызыл түсті бояғыш, одан кейін сірке суы. Балалар, сірке суын үлкендерсіз балалар ұстауға болмайды екен. Үйде сірке суын пайдалануға болмайды, тек үлкендердің көмегімен пайдалану керек. Ал әуелі кішкентай су құямыз. Одан кейін ас содасын саламыз. Одан кейін ыдыс жуатын сұйықтықты құямыз. Одан кейін қызыл түсті бояғыш құямыз. Ал енді балалар, не қызық сәтті көргілерің келе ма? Иә. Ал ендеше мен сендерге қандай әдемі да балалар? Алдымен мынандай бөтелкеге сірке суын құямыз. Болғанда сірке суын 9% сірке суын құямыз. Сірке суын құямыз. Одан кейін мына шардың ішіне, шардың ішіне ас содасын саламыз. Бір қасық, екі қасық ас содасын саламыз балалар. Енді балалар, ең қызықты сәтті көргілерің келе ма? Иә. Сұйықтықты құямыз. Көк түсті сұйықтық көк түсті ғой, қызы емес. Төрт тәркіге құямыз. Одан кейін ішіне кішкентай су тамызамыз. Енді балалар, бүйтіп араластыр. Бүйтіп әбден араластыр.